басында мысалы мен осы компанияға келдім, ең бірінші келдім. Просто келдім. Тек жайбарақат отырам, мінеп, сынап, мынаның туплиі қандай, мә басқа жап қалған, көлемнің түрін қара, деп ана шыққан адамдарды үсті-басына қарап отырасың. Сендерде бола ма сондай қыздар? Жаңадан келген сөз бола ма? Сөз емес, несі киімі. Сөзіне қарамайсыңдар, киіміне қарайсыңдар. Мә не деп шығып тұр, түрін қара, киімін қара деп ойлайсың. Сосын жайлап сабақты түсіне бастайсың, жетістікке жете бастайсың. Сол уақытта уже адамдардың сөзін аңдайсың. Онда уже киімге қарамайсың. Солай бола ма? Сондай болған жағдайда ғана сендер лидермін деп ойлаңдар. Сондай болып жүрсе сендерде. Әлі сендер адамдардың, шыққан адамдардың киіміне қарап отырсаңдар, онда сендер лидер емессіңдер. Жаңағындай тақымдарыңды қыспасаңдар. Ойлаңдар енді, өздерінің іштерінде болсын. Тақымдарың қысылмаса, адамдардың киіміне қарасаңдар, лидер емессіңдер. Ал тақымдарың қысылса, адамдардың киімін емес сөзін аңдысаңдар, онда лидерсіңдер.